Тәтті күні бұзды, шарылдаған сағат. Жылы төсектің іші, қандай рахат. Дәл қазір радиодан айтса ғой шіркін. Бүгін күн боран, болмайды деп сабақ. Кухнядан дауыс шықты, балам тұр шайың әзір. 5 минут, қазір мама, қазір. Төсектен тұрмай жатып шалбарымды кидім. Тағы 3 минут ұйықтауға, өзімше тапқан тәсіл. Ұйқылы ояу отырмын, көзімді жұмдым, қайда оқымадым сабақ. Не айтсам екен апайға, жылы төсекті қимай, әрең дегенде тұрдым тәк. Нәскидің екінші сыңары қайда, пешті бірінен таптым, қасында жатыр мысық. Давай сабаққа бар, дегенде көзін қысып, беті қолды жуып, шай ішіп отырмын үнсіз. Радиода боран жайлы, айтпады бір сөз. Есікке қарай беттедім, болмай тұр көңіл күйім, кетпей қалған куртка, екінші аяқ киім. Бұрышта жатыр, мыжырайып кеткен портфель. Неге мыжырайып түсіндіремін кейін. Сыртқа шықсам боран жоқ, тым-тырыс, тас қараңғы, бүгін қар қалың. Санап келемін әр қадамды, мектепке де жеттік. Бірінші сабақ матем, ішімнен тілеп келемін, бүгін апай болмаса екен. Тілегім орындалмады, әттек, өкінішке. Барлығыңды қинаймын қазір дегенде әне, отыр іште. Қоңырау соғылды, жабылды есік лезде. Тәк балалар екі бет шығара қойындар тездеп. Жүрек дүрс, өз-өзіңді ұста. Зарина қандай болса, менде сондай нұсқа. Айтпақшы Зарина менің алғашқы махаббатым. Кітаптың арасында жатыр жіберілмеген қанша хатым. Портфелден алып шықтым тағы екі бет өлеңді. Зарина мен саған ғашықпын, сүйемін деген сені. Гүлденген әлем, Даниярдан сәлем. Енді осы екі бетті қалай жіберсем екен енді. Қоңырау соғылды, кетіппін ойға батып. Бақылау жұмысы дегенім басқа, жазбаппын ештең артық асығыс. Көшіре салдым бір есепті үлгергенше. Келесі сабақ тарих, менен сұрамайды, сабақ айттым кеше. Рахметжанов сабақ айт, кім, мен бе? Не айтарымды білмей, түстім біраз әбігерге. Апай оқымадым, кеше үйде свет болмады. Бар сылтауым сол, мейлі сен бе, отыр екі. Ұялғаннан кірдім жерге, бір қуантатын нәрсе келесі сабақ дене. Ай, осындайда өтпейді уақыт. Зарина бес алса, сол мен үшін батыр болды.